Сәлем достар, бүгін слоеный тестодан өте дәмді көбеті жасаймыз. Ол үшін грудинкамызды алып 4 бұрышты қылып тураймыз, және де картошкамызды да 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Турап болғаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, паприка және қара бұрышты салып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Ендігіде слоеный тестамызды екіге бөлеміз. Біреу асты болады және біреу үсті болады. Астыңғы бөлігіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен 4 бұрышты қылып жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін противимізге май жағамыз, одан кейін астыңғы бөлігін орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін үстіне начинкасын саламыз. Салғаннан кейін жан-жаққа қарай барлығын бірдей қылып жазып шығамыз. Одан кейін үстіңгі бөлігін орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін жан-жағын әдемі қылып видеодағыдай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Одан кейін жабыстырып болғаннан кейін ортасын пышақпен кесеміз. Кескеннен кейін осылай ашамыз. Одан кейін 1 стакан суық суымызды құямыз. Ендігіде жұмыртқаны сарысын алып, бетін жағып шығамыз. Жаққаннан кейін қалауыңызша кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізде 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз.